Қалайсың? Сенде бәрі жақсы ма? Денсаулығың қалай? Сен жақ тас қараңғы шығар, жауап берсей врачке. Врачке деп қоям, ұл ма, қыз ба өзі? Сен бәрін сезет дейді ғой уже. Конечно, бәрін сезеді уже бала, түсінеді. Тем более, мысалы, мен жыласам, бала бірге жылайды. Мен қуансам, бала бірге күледі. Ал бала күліп қуану үшін мамасына көп внимание бөліп тұру керек. Татты-патты деген сияқты нәрселер әперу керек. Одан кейін көп ұзақ жақ қыдырту керек. Әсіресе төркінге ұзағынан жіберу керек. Жаным, қуып кеттің сен уже. Балам, мамаң айтшы, қуа бермесін. Мен сендерді қуанту үшін қазір анекдот қана айтып бере аламын. Кейін бір декретныйларың түседі ғой, сол кезде қуанталамын. Қазір қуантамаймын. Не істеп жатсыңдар? 12 болатын болды ғой, отырып ашып турай бермейсіңдер ма? Мен әруағын күтіп отырғанша. Жей бермейші. Манты пісіп жатыр ғой ана жақта. Оливье істеп жатырмыз. Не жейсің қазір? 12-ге дейін шыдасай? Ашып та кетеді ғой. Ертең обедке дейін нан бәрін жеп қойыңдар. Мама? Не? Немереңіз ше? Ұл болады деп ойлайсыз ба? Қыз болады деп ойлайсыз ба? Какая разница, кім болады? Аман есен туылса болды емес па? Давайте гендер пати істейміз. Не ол гендер пәтір деген? Ана баланың жынысын анықтау ғой. Мынандай шар болады да, сол шардың ішіне 1, 2, 3 деген кезде жарап қалған кезде көк цвет шықса, ол болады. Жосы, не керегі бар сол гендер пәтірі дегендердің? Анау инстаграмда көрсетіп жататын ба, шарик жаратын? Пати ғой, пати сол. Жоқ, бұрын біз бар ғой, ішімізде бөпе бар болса, бүйтіп жасырып жүретінбіз, ұял. Қазіргілер жасырмайды. Бүйтіп жарқырат гендер пәтейін жасайды, анауын жасайды. Көз деген бар, сөз деген бар, көз тиет, содан кейін ана Құдай сақтасын, дұрыс емес бала туылып қалама деп қорқасын. Адам деген жасырып жүру керек қой. Туылғаннан кейін бірақ білеміз керек емес ана гендер пәтір деген. Керек емес, вообще дұрыс емес сол. Көп ақша кетіп қалды ғой. Түгел ма заттарың? Айтпақшы, майонез жоқ ете ше, сатып алып келу керек. Не қылсыңдар сол түгін демей? Бар. Ақша берсең барып келемін ғой. Ақсүйрік әпшеңе айт қарызға жазасыз келесі апта береміз. Бермейді ғой. Конечно, бермейді, сендердің беттерің шапшып тұрады да барғанда. Ақсүйрік әпше, сынобым годым, сынобым шастем деп барып, әпше деп, на жағынан бір шығып, қарызға алып кетсем бола ма? Әпше десіңдер береді ғой. Салют ала салайықшы онда. Не қыласың салютты? Үрерге итің сығарға бетің жоқ. Құр босқа ақшаны аспанға атпай. Жыл сайын амаймыз ғой, жыл сайын. Көршілер атап, соған қарап тұрамыз. Қарап тұра бер. Көршіге барды, көкеге ассалаумалейкум көке деді, сразу аспанға қарап, олардың салюттерін қарап аласың. Зато ақша үнемдейміз. Бошы, тез, Асылбек, былжырамай, тез, бошы! Пағылдан қарайықшы, хотя бы. Мама, жаңа жыл қазір ше, онша емес, қызық емес болып қалған білесіз ба? Байқайсыз ба? Себебі біз баяғыда ше, бала кезде күшті қарсы алатын едік, салют, алдымызға салат қойып, зор қарсы алатын едік. Бәрі есімде ше. Қазір жаңа жылға қарсы аламыз ғой. Бір мантымызды істеп қоямыз, салатымызды жасаймыз. Әйтеуір ана. Один доманы, как будто бірінші рет көріп жатқан адам болса, тағы қандай кино бар еді? Орысша бір кино бар еді оны. Ішіп жүреді де, әркім үйіне кіріп кететін, қандай еді аты? Сосын басқа бір неге ұшып кетеді ғой, самолетпен. Банядан шыққан кейін не дейтін еді? Шай? Шай демейді. Не дейтін еді? Банядан шыққанда айтатын еді ғой баяғыда. Жеңіл буымен дейді ғой? Сол орысша. С легким паром, тағы біраз бар оның тағым. Ирония судьбы. Соған көреміз. Қалайсыңдар Гүлжан? Отыра бер. Екі қабатсың. Не болды? Қабағың қапыл болып жүрді. Тісің ауырып отыр ма не? Жоқ, Қайтып ұрысып қалдың ба? Жоқ, ұрыспаймын ғой мен. Мына тамағым, қарсы даусым жаман басқаша болып тұр ғой. Тамағым ауырып отыр. Не бар үйде шай жіберетін бір нәрсе бар ма? Люголя бар ғой, люголямен бір не қылсай, қазылы. Әсер етпейді ондай. Андай бір 50 грамм болса да бір бұрышпен шай керек болып тұр. Бұрышпен шай керек деп бұрышта отырма. Әйтеуір 50 грамм деп тамағыңды не істеп ішіп алмақшысың ба? Көресің ба? Сенбей жатсың ба? Міне, ауырып барады ғой.
Бар ма жоқ па 50 грамм? Бар ғой, айдына әперші ананы. Не қылып тығып отырсыңдар оны? Ойбай, бағлашекеге қойып қойғансыңдар ма? Асылбектің арқасын сылайтын не ғой ол? Ой, үшіп кеткен ғой мынау. Көрші? Қайда ұшқан айналайын, спиртке суды араластырамыз, көптен қоспағамыз суды. Бірді спирт. Ой, үшіп кеткен ғой мынау. Рөмке әуре болмай ақ қой, мынандай құйып ішейін, жақсылап. Үріңкімізді жоқ айналайын. Жақсылап ішіп, жаңа жыл құтты болсын. Оливьенті өлтіріп істейтін нәрсеңдер же болшы. Әдем болып қалдым же. Бірден ашылады көрдің тамағым. Бірден ашылады ғой менің тамағым же. Абайлаш әйтеуір. Тамақ ашылады деп басқа жерің ашылып қалмасын қазір. Бірден ашылады. Жақсы ашылады же мен екіншісіне. Мен қазір ой, бар сырымды ашамын ғой мен қазір екіншісіне білесің ба сен? Ей! Жаңа жылдың жарқыраған шамдары. Сен негізі әнші болуың керексің ғой. Звезда болып кететін адамсың ғой сен. Рас па? Рас. Не аласың? Арақ берші. Арақ? Не қыласың арақты? Есің дұрыс па сенің? Ертең 31 күн домалап тоңқайып жатайын деп тұрсың ба сен? 12-ден ертең неше түрлі бұзақылар шығады ғой, саған сеніп отқан жоқпыз ба бәрін? Маған емес ол, бір адам алып жатырмын. Ой, басым қатырмаш, алып жатыр деп. Ішетін өзің ғой сол басымда тұр. Әше, темкі беріп жесеңші. Не тема ол? Тема емес, темкі ше кәдімгі темкі. Не ол? Темекі да, темекі. Иә. Ой, айтпайсың ба сөйтіп, қандай темекі шегесің? Анау эссе Гималай дейтін бар ғой, таудың суреті тұрады. Мә. Вот, болды, сол жас қойсаңшы маған. Тоқтая! Қой орнына! Ой, түрін сенің! Ә? Не сендердің бітпейтін жас қойсаң жас қой? Даптерім толды ғой менің жас қоя сал деп. Мен бар ғой, біле білсең, 2024-те 5 қарызда кірем деп өз-өзіме уәде бергем. Құрпет мінеш бар айналайын деп. Сен алып жүр. Керек емес маған постоянно деген. Вообще қалайсыздар? Рецептесеңізші. Так, 4600 болды. Жақсы, рахмет вообще. Ай! Не болды? Не рахмет? Ақша қайда? Мамашка айтқан ғой айтпақшыдай. Ендігі апта береміз деді. Мамашкаңа сәлем айт, вот. Ана 1300 теңгені қайтып берсін, сосын аласыңдар. Басыма шығып біттіңдер ғой сендер әбден. Вообще майонезді алайыншы, хотя Алмайсың қойып қой орнына. береміз ғой вообще. Сендер ұялмайсыңдар ма? Өгіздей болып осылай жүруге? Жұмыс жасамайсыңдар ма сендер? Ой, түрің сенің. Ана один домадағы ұрылар құсап түрлері құрпетінеш бар көзіме көрінбей. Ой, вообще беріңші қойын ішіне өйтіп кеттіңіз ұрысып. Бермеймін дедім саған. Ей, тоқтыңдаршы. Алло. Қалайсыздар мәке, аха, жақсы, аха. Аязата бар, аха. Снегурушка бар, аха. Аха, бол жақсы, аха. Снегурушка болып берші, бір ақшаң берейін деп Керек емес. Тегін емес қой. Керек емес. Адарғың аласың ғой. Керек емес. Сендерге жұмыс керек па? Аязда керек болып отыр ма не? Я керек болып отыр ғой. Қанша бересің? 10 мың. 10 мың? 10 мың, я. Болды ғой аязда дайын ғой. Үстіне тағы 10 мың қосып берсеңізші. Снегурушкамен бірге барам. Бол. Точно ма? Я костюм бәрі бар менде. Бересің ғой точно. Точно берем. Болды, барам ғой. Бол, жүріңдер онда кеттік. Қамапты да ойнады. Оля, қойсай айналайын ау. Сен тамағыңды жуу үшін емес, жаңа жыл жуу үшін келген бәлесің ғой. Дұрыс қой жаңа жыл жауып отырмыз. Болды, бітті, как раз таусылды өзінде. Есіңді жина айналайын. Досым, мен сені жақсы көремін ғой. Қайталасайын, ана біреуім бар ғой. Қаяқтан қайталайын? Өзіміз майонезді қарызға отырмыз, айналайын. Досым, Не? мен сені жақсы көремін ғой, білесің ба? Мен де жақсы көремін, айналайын Зүлпан, қош болды. Жақсы көрсең, Не? Тетек болғанмы не дейтін? артыңнан келген сәрбәнтті бар ғой, тыққанын шығарсай. Ойбай, жоқ дейміз үйде, ешкім ішпейді ғой. Бар не ап жоқ. Дед Мороз. Баға! Класстас! Қалай жағдай? Қалай жағдай, амансыңдар ма? Жағдай қалай? Мына машина. Дерзкі ғой? Қайда баратсыңдар? Бастықтың үйіне баратқанбыз. Отырсыңдаршы, апарып тастайын. Давай кеттік, отырсай. Мына машинаның қақтан аласың, е? Қаяқтан шықтың ба? Қаяқтан кейін біздің үйге?
Сен бәле білесің ше біздің үйде не бар не жоқ екен. Не ма? Қақтан ке? Өткенде құдалықпен бірге мадаммен қосып салып жүрген жоқ па құдағиың? Құдағиың? Құдағи сап жүр? Мамаң сап жүрді ме не? Сен мені жақсы көрмейсің негізі. Мен қосылып ішпеймін. Ойбай, қойшы айналайын, тетеп болып қаласың ба? Бұрыннан ішпеймін ғой мен. Мен не қосылып ішпей отырсың? Ай, ішпеймін ғой, ішпегенме бір ай болып қалды ғой. Мынаның Не? тең жартысын сен, қалғанын мен жеймін. Қойшы қоймашы, жынды болып қаласың. Келініңе де бер, ертең жақсы босанады зато. Осы үй ма? Я осы ғой. Бақа, сен мектептен кейін жаман көтеріліп кеттің ғой. Айтам да, дерзкі машине алып алған, әдем болып жүреді, ештеңеден қиналмайды. Не істейсің өзің? Биномо деген платформаны білесіңдер ма? Қосымша табыс табу. Білмейсіңдер ма не? Мына қараңдар. Мына Биномо деген платформада жоғарғы төмен сиычалар арқылы өзіңнің саудаңды жасайсың. Мысалы, қазір сендердің көз алдарында 25 000 теңгеге сауда жасап көреміз. Осылай 25 000-мен қараңдар міне. 45 000 теңге табысқа шығасың. Уже ма? Иә, уже. Йо! 10 секунд болған жоқ қой, ё-моё. Қайтып кіреміз оған? Ой, оп-оңай. Биномо деген приложениені тартып аласың. Регистрациясы өте оңай. Кіресің, тіркелесің, ары қарай саудаңды жасай бересің. Болды ма? Оны жақсылап үйреніп алу керек та бірінші ертең. Жоқ, үйренгенге демошот деген бар. Демошотқа кіресің, үйреніп аласың, одан кейін депозитке өз ақшаңды саласың да, ары қарай саудаңды жасай бересің. Оп-оңай. Ой, жақсы тема екен мынау. Бізге ссылкасын жіберіп қойшы. Сол баяғы номерде ма? Иә, сол баяғы нөмірді жібересің ғой. Жақсы сонда біз кеттіге. Өстіп ақша тауып жүрміз пока что. Давай. Болды. Давай. Жолығамыз. Рахмет ақылыңа. Давай, күніне 90 теңгеден тауға болады. Мәке! Болды, дайынбыз. Бека, келдіңдер ма? Ассалаумағалейкум. Бастық, кел. Жақсы. Бека, кім мұны? Снегурочкам ғой. Қандай снегурочка, Бека? Фионаның әкелгенсің ба? Не істеймін әке, ауыстырайын ба? Балдар, балаша күтіп қалып кіріңдерші болшы. Кіріп. Қайсың аяғын сасып атқан? Мен емес. Мен емес. Точно мынанікі. Кіріңдер, болыңдар. Келінің неге отпайды сен мына жерде? Жынды болып қалғасың ба? Екі қабат қой. Өзің мазасын алып жібердің ғой, сен не екі қабат болса келінің сөйтіп арақ құйып күте ма мені? Осыны қиып отыратын адам қол. Негізі сен ше, мен саған айтайын. Мен жақтырмайсыңдар ғой сендер. Мен бүкіл ауылдың информациясын бәрін жеткізем, көңіл күйлерін көтерем, а сендер мен жақтырмайсыңдар. Нато пошло сен де мен өсектеп жүрген естіп қалған бір-екі жерден. Болды, иә Сүлпәне. Тумыш. Не осы алқаш адамдардың әңгімесін айтып отырсың ғой, енді болды. Құдағиыңнан қорқасың. Сен құдағиың бай, сен соны көтіне көріп жүрсің ғой. Сен оттай берме Сүлпән, болды қой. Ұрысып қаламыз жақты болады. Көшенің бәрінен мәлгім болдымыз екеуміз төбелесіп. Сен қорқасың, сен көтексің ғой, сен жүрген әшейін. Не дейсің, не сен саған аяқ қою керек болса онда? Есіңді жина болды. Әлбегені ерді істеп. Ал балдарым, сендерді жаңа жылдарыңмен құттықтауға Аяз ата келіп тұр. Аяз ата, қай жерден келді екен? Үйден келдік. Біз сонау таулы жерлерден, қарлы жерлерден, Лапландиядан келіп отырмыз. Әке, Лапландия деген қай жер? Балам, Лапландия деген жер ол. Жетсайдың ар жақ бер жағы. Сен атың кім? Бәйдібек болады. Сенің атың? Айбарыс болады. Таппақ айтсаңдар, подарок берем. Менде бар ағай. Айтшы кән. Новый год харам, Дед Мороз баран, Снегурочка, Дурочка, Снегурочка, Булочка. Жақсы. Балам, молодец. Ал сенше балам. Ай, менде де бар. Айтшы кән. Айт. Аяз ата келіп тұр, бізге сәлем беріп тұр, бір қолында шоколад, бір қолында мороженый. Не дегенді қасайды ойна? Бола берет бұған. Болды. Молодец. Сендердің подаркілерің, міне қабыл алыңдар. Молодец міне. Рахмет Мынау саған, мынау саған. Рахмет Аяз ата. Молодец. Барыңдар енді, анатамға барып, ойнаңдар енді, барыңдар. Не қылыңдар? Болдық бәке? Жолды білесіңдер ғой? Білеміз. Болды, барыңдар. Болды енді осымен, болды. Қазір қырылып кетеміз енді. Болды, бірде бір. Қой айналайын. Гүлжан. Нервіңді шығармай отыр тыныш. Ішсең өзіңе айналайын. Жақсылап тыңдап алшы.
Сендердің, мына сендердің. Қойсай болды ғой, Сүлейпан, қойсай болды ғой. Ауылда үйлерің жоқ қой білесің ба? Сендер көше-көшені аралап, қаңғыбас болып жүрсіңдер ғой сендер. Бишара ұқсап. Мен абыройымды естіп, үйің жоқ, күйің жоқ деп түсіріп атсың ба? Иә. А сен ше сен байыңмен былтыр анау көпірде қызбен бүйтіп деп сүйсікті етіп атқан жерінен ұстап алған жоқпыз ба? Сен сондай мықты, әдемі, такая женственная, нежная болсаң, сол байың жүрмеді ма? А қазір қайықта Ритс Карлтонда ойбай мен қарауылмын, официантпын деп жұмыс жүрген шығар Алматыда жарқырап, жас-жасынандай соска қыздармен. Вот сені лақтып кетті да өстіп. Фой, лох. Гүлжан, сен мені жақсылап тыңдап ал. Не? Менің байым жұмыста ақша тауып жүр. Ал сенің байың болса, бетіңе бір түкіріп, кетіп қалған жоқ па лақтырып? Ал мына сен жақсы болсаң, күйеуің үш жерде отпай ма, жарқырап үш жерде. Мал құсап сені лақтырып кетті ғой, бетіңе бір түкіріп. Ал, жатам, расчет па? Күтсеңдерші береміз ғой. Күтсеңдерші деген несі? Берсең ақшамыз. Береміз деді ғой, болды қайта сұрай бересіңдер. Уақыт жоқ ол күтіп тұратын сен. Үйде күтіп отыр етек, майонез апару керек. Бер ақшамыз. Қумашы майонезіне, шын ғой. Мен сімей тұрғаны, қандай майонез deyетін? Ал, Мәке? Бека, сен үйге кімдерді әкелгенсің? Қалай кімдерді? Мына жерде 100 000 теңгем тұрған, сол жоқ қой. Кіре беріс жерде. Енді мен тыңда, Бека. Бұл жерде ақшада, мәселе ақшада емес, мәселе принципте. Сол 100 000 теңгені қоясыңдар. Жоқ, тоқта. Сен ана екі баланы бірінші соттайсың, одан кейін сен өзің жұмыстан шығасың. Түсіндің ба мені? Неге жат сағатта қойыңдар ақшаны? Болды, Мәке шешеміз, аға. Бұл шешем жақсы. Не болды? Сендер қуасыңдар ма? Не болды? Мәкенің 100 000 теңгесін ұрлап кеткенсіңдер сендер. Құмбайға қанды 100 000 теңге, аға жоқпыз біз ешқандай ақша. Сол айтам. Алды деп тұр ғой, сендер ұрлап кетті деп тұр ғой. Братан, айтсаң ренжисіңдер. Айтпасаң натури қысың ғой сен. Қалай қысыңдар? Біз ешқандай ақша ұрлаған жоқ. Біз конкретті өзіміздің адал еңбегіміздің ақшасын бер. Иә, бер. Фиона, жап аузыңды. Сендерге розыға апарам қазір. Сен қуасың да сен не істедің? Өзі ғой маған фионасың деп мен білесің ғой, нервманеді ондайға. Басың істей ма? Нападение на сотрудника, статья. Қандай сотрудник мынау? Мынау талды ғой, басың істей ма? Қашты. Бұл жаңа жылы бұрынғыдан өзі керек. Күшті болды ғой биыл жаңа жыл, ойбай. Біреулер таяқ жеп отыр, біреулер тамақ жеп отыр деп қойсың ғой. Не болды, алғаш ояндың ба? Не болды? Шаршатып жібердің ғой? Ашшы ана, аузын ашшы. Ай, шешеңді шығып келейікті сыртқа. Қайға шықпақшың? Үйдің өзінде мәлгүн болып атсың, қазір көшеге шықсан көршілерге мәлгүн боласың ғой сен. Сием сыртқа шығып, не істеймін? Қазір быт-шытын шығарасың ғой, ел жұрттың бәріне. Ішіп алып, отырсай тыныш. Ал шешінен. Шешпеймін осы Айдана шешінен. Шешпей Айдана. Азыл екен, кім бәлетінен? Шеш Айдана. Неме тасып байлап қойғандар? Сирап алайын деп байлап қойғандар, сасып кеткен ғой жеп. Шешінде, барайын деймін. Үйіңе баршы бар. Мазамызды алып біттің ғой жүре. Қыш шамалды, не қылайын? Үйіңе баршы бар. Мазамызды алып жібердің ғой. Су бар ма? Су құш дадым. Сәбі су бір қойшы байын. Аузым көпірет о. Конечно көпірет, аузыңа келген оттадың ғой. Ешіс дадым, бәрі есімде негізі ше. Не есіне? Не айтқан білесің ба сен? Жақсы нәрсе айттым ғой тұр сен жайлы. Гүлжан досым деп атқан білем. Білмейсің да ғой не айтқанын сен. Оттадың аузыңа келген. Айдана жақсы ғой негізі ше. Осы әулетті айтыр үй тұқысы ғой негізі білем Айдана. Бәрін білем ғой. Орамамды шығып кезейіп кетті ғой. Бәрі нормально ғой негізі. Үйге барам көз. Біздің үйге өтіндір. 12-де мақма. Неге өтір? Bir бермешелі жоқ қой қоңырған. Бәрін дайындап қоям ғой. Бәрін дайындап қойып, продуктты жібергім.
Маман! Чемодандар қақта? Неғылды бір жерге барайын деп жатырмыз ба? Жүр ғой, памек бізде, памек! Памек дейді? Не ол памек? Қандай памек? Кассеттамыз біз қашуымыз керек заттарды жинап! Ай, майонез қана! Майонез айран болды! Ай, саған айттым мен саған асылетке жоламаш деп. Бұл әулетке немеге жолайсың? Неге барасың үстіңе? Ей, тоқташы! Айтшы, сен түсіндіріп не болды? Міне, мен бірінші майонезге шыққам. Сосын аязда болып шықтық. Сосын араз шықты. Мен Көзін тақыртын ұйықтап салдым ол бірден. Мынау мен! Ей, ай, жүрген жерінде бір шеп шықпаған Келді! Екеуім соттатам мен. Ай, сен, мен кластасым шолған баласы емессің ба? Бека, өзі ғой. Ай, бүгін ал білеміз ғой, сендер ойыншық пистолетпен жүретіндеріңді қойыңдаршы, айналайын, кел жан. Пистолет бұл! Ой, сарыны жабырламай төшілесен не қылдың? Мынаның кесір барлығы бар ғой, біз ұрлыққа итермелеген осы. Асылбек, осының бәрі бір салют үшін болып жатыр ма? Қысқартпай-ақ қоясыз сол салютты. Өлә, әпше, бастығымыздан да отыр ғой. Менің жұмыстан шығаратын болды ғой енді. Бәрі соттатам екен. Алшы телефонды, қоймай звондап отыр. Болмаса маған берме, өзім сөйлесем. Ау, Мәке? Неғып телефонды алмайсыңдар? Ана тиын бар ғой, тиын. Сол табылды. Мен курткам қалтасында екен ғой. Сондай ма? Болыпты, жақсы Мәке, аха, жақсы. Әпше, су болма құйыңызшы, әпше. Ойбай, Тамақ деген көп. ай, нормально бәрі. Бірақ жасаған ғой жаңа жылға қарсы сіздерге. Қайтен екен деп алыңда сіздерге. Жандарыңыз қамадға тегі. Сіздеріміз қамады. Жаным қамады, қатарыңыз айуандар, істемейтіндерін жоқ қой осылай. Сағап 12 бұл қапты. Өлемсіз. Сағап көлікті бәріміз. Тегін салютты көріп, жүре асылай. Gündüzde, tünde de seni özledim. Kimsin sen, kaydasın, sonu bilmedim. Bir de varsın, bir de yok, sen neredesin?